Сәлеметсіздер ме? Бұл қыздың әңгімесін жыламай тыңдау мүмкін емес еді. Ескі сарай. Мен үшін ең сорақы сұрықсыз ол сарайда мені кімдер қорламады. Әлі күнге дейін сол бір сарайды көрсем, жүрегім дір етіп, өткен күнгі балалық шағымның қорланғаны есіме түссе, өксігімді баса алмаймын. Небәрі жасым 6 жаста еді. Анам мен әкем ажырасып, ана деген аттан садаға кеткір әйел мені бір еркек үшін тастап кетті. Сондағы түрім ұсқынсыз болғаным үшін. Маскүнем әкемнің әлде басқадан жүкті болған анамның жүзі сондай сұлу еді. Өзбек қаны араласқан болғандықтан қою қара қасы мен ботадай жәудіреген көздері әлі күнге дейін есімде. Әкемнен ажырасып, бизнесмен еркектің етегінен ұстаған анам мені де ертіп барған. Бәрі есімде. Әлгі еркек мені көре сала, «Мынау точно сенің қызың ба? Неткен сүйкімсіз, ұсқынсыз, балаңның көзі құрт. Егер менімен тұрғың келсе» деп қарқылдай күлді. Қорыққан мен анамның көйлегіне кішкентай қолдарыммен қысып, артына тығыла түстім. Көзін құрт деген сөзінен қорқып барамын. Ішінен шыққан мен байқұс, анам қорғайды деп ойласам керек. Әшейінде әкемді төмпештеп ұрып түгін қоймай ұрсатын анам әлгі еркектің алдында сүмірейіп, «Бұл жалмауыздан ертең-ақ құтыламын. Бүгін таксиге мініп ауылға барып тастаймын» дегенде жылап жібердім. «Мама, мен тастап кетпеші» деп мұрным қорсылдап, айтқан сөздерім ащы өксіктен дірілдеп шығып жатыр. Мені тыңдайтын адам ба? Анам ба? Өмір өшір үніңді, жылауыңды доғар, әйтпесе буындырып өлтіремін деп шымшып жібергені бар. Мені сөрелей, такси ұстап 2 сағатта ауылға жеттік. Нағашымның ауылы екен. Негізі мен әкеме тастамады, олар да мені қуып шыққан. Әкемнің туыстары мені, мына сорлыны көшеден әркімнен жатып көтерген баласы, түрі мүлдем біздің әулетке ұқсамайды деп үйге келген сайын әжем бетіме ойып тұрып айтатын. Сол үшін де әкеме сорлы арақ ішіп қоқаңдайды. Содан екеуі ит пен мысық секілді ұрсысып, соңы ажырасумен, ал мен тірі жетім болдым. Нағашы ағамның қолына тастаған анам менен құтылғанша асықты, бәлкім артық сұрақтардан қашты. Әлі де ағасының мінезінен қорықты екен. Әйтеуір жеңгесінің «Ет салып қойдым, отыр, сөйлесейік» дегеніне де тыңдамай, бізді әкелген таксимен кете барды. Менің жылағаным анама әсер етпейді, жеңгем ғана жұбатып әлек. Ағам мен жеңгемнің отбасында анау айтқандай керемет емес. Менен бөлек балалары бар, бірақ есейіп сыртқа жұмысқа кеткен. Анамның ағасы ішкілікке біршама жақын. Ішіп алса жеңгемді оңдырмай ұрады. Байғұс жеңгемнің жейтіні таяқ. Әйтеуір бет-аузы ісіп көгеріп жүреді. Мені қорғайтын осы жеңгем. Мен үшін де таяқтың астында қалады. Ішіп келгенде ағам, «Ана Жәлептің пәленшесі қайда? Өлтіріп тастайын. Ол да ертең Жәлеп болады» деп аюдай ақырады. Ол сөзді үнемі естіген мен өлердей қорқып, дыбысымды білдірмей жылайтынмын. Сондай отбасында өмір сүріп жүргенде сырттағы ағаларым үйленді. Енді ағам қорғайды деп қуанып жүргенде қуанышымыз ұзаққа бармай, маскүнем әкесінен ұялады мыс. Алған әйелі бар жердің қызы болып, ауылға аяқ басқан емес. Ауылға келіп енесінен бір сәлемін салмаған келінге қатты ренжіді. Ағам анасын қалаға кең сарайын әкетуге келгенде бармады. Көкбет келіннің күңі болғанша алқаш байдың таяғын жеп жүре берейін деп көнбей қойды. Арағына ақша табу үшін нағашы ағам 1 айлық жұмысқа кетіп жүрді. Енді ғана тыныштық орнап, жеңгем де сәл еңсесін көтеріп, ауылдағы клубқа еден жуушы болып тұра бастады. Бір күні қалаға жұмысқа кеткен нағашы ағам 2-ші қатынды ертіп келді. Арағын қойып тоқал алған түрі, бірақ тоқалы, «Ей,
Сен маған кең сарайда үйім бар дегенің қайда, мына сасық лашықта тұрмаймын деп бұрқылдады. Бұл албастыға сасық лашықты да қимайтынымызды ол сорлы білсе ғой. Сонымен екі көзі тоқалдан басқаны көрмейтін нағашы ағам үйді сатып жіберіп, нағашы ағамның бәйбішесі екеуміз далада қалдық. Нағашы ағамның ұлы қалада анасын алып кетуге келген. Енді қалада тұрамыз деп бала болсам да қуанып жүрмін. Бірақ көп ұзамай қаланың қызы бізді де қуып шықты. Нағашы жеңгем екеуміз ауылды паналап қайта келдік. Ауылда алыс туыстың құлайын деп тұрған тоқал үйінде паналадық. Туыстарымыздың менімен жасты 2-3 жас үлкен қыздары бар. Ол үйде ұл баласы мүлдем жоқ, бірақ мен сол қыздардан әбден қорландым. Ескі сарай, біз тұрып жатқан тоқал үй. Нағашы жеңгем тамақ табу үшін әркімнің үйін ақтайды. Той болса ыдыс жуатын, жұмыс жасап, мен байғұсты тамаққа тойдырады. Негізі туыстарым нағашы жеңгеме: мына бейбақты шешесіне бер, болмаса балалар үйіне бер, өзің біреудің етегінен ұста деп талай рет айтқан. Нағашы жеңгемнің қызы жоқ. Сол үшін де мені жақсы көреді. Анам мектепке баратын да келіп құжаттарымды реттестіріп кетті. Одан кеш көрген емеспін. Ең сорақысы, нағашы жеңгем үйде жиі болмайтынын білетін туысқан қыздар біздің үйде ойнаймыз деп үшеуі келеді. Келгенде мені қорлау үшін келеді. Қолымды орамалмен байлап, аузыма нәски тығып, ботымды шешіп тастайды. Бұны менен 5 жас үлкен қыздың істеп жүргені. Айтсам сенбейсіздер ғой. Сол қыз еркек секілді менің үстіме шығып алып, үйкеліс жасап мәз. Ешкімге айтушы болмаңдар, менен таяқ жейсіңдер деп қатаң ескертті. Мені босатқан сәтте жеңешеме айтамын деп жылап қоя бердім. Ол қыз шашымнан сүйреп еденге итеріп жіберді. Сосын сіреңкені жағып, жамбасыңды күйдіріп, осыдан айтатын болсаң, сені осы үйдің сыртынан от жағып өртеп жіберемін, ешкім білмей қалады. Ол қыз сондай сұсты, одан бәрі қорқады. Мен солай ол есерсоқ қыздың айтқанынан шықпай тіпті үйреніп кеттім. Мен бойжеткен кезімде өте ұсқынсыз болдым. Айналамның бәрі мені жақтырмайды. Кластастарым қатарына қоспайды. Түрім еркекке ұқсайды. Тек әлгі туыс қыз ғана мені жақсы көреді. Жақсы көрмей қайтсын, қалағанын жасап беремін. Лесби болдық. Ол қыз сыртқа оқуға кетсе мені сағынып тұрады. Келгенде неше түрлі эротика диско келіп мені үйретті десе де, мектепте өте білімді болдым. Тұйық әрі барлық пәнді шемшкедей шағып, олимпиадада да бас жүлдесін қайтпайтынмын. Мектепте белсенді болсам да ешқандай досым, сырласым жоқ. Оқудан келген туысыма тек ләззат керек. Бұлай сырласып көрмедік. Солай жүргенде оны алып қашып кетті. Мен мектеп бітіріп сыртқа университетке оқуға түстім. Сол жылдары нағашы жеңгем ауырып жүріп, аяқ астынан давлениядан құлап, көп ұзамай айырылып қалдым. Анамның орнына ана болған жанды мені тастап кетті. Жаным қатты күйзеліске түсіп, шылым шегуді үйрендім. Сыра ішуді үйреніп алдым. Қайтейін енді, жалғыздықтан шаршатып жіберді. Стипендияның жартысына бір бөлмелі тар пәтерде жалғыз тұрып жаттым. Осқынсыз келбетте болған маған ешкім де қарамайды. Солай жүргенде оқуды бітіріп жұмысқа орналастым. Бірақ жұмысым үнемі жол үстінде. Командировкада жүремін. Бірде жұмыстарымды ерте бітіргендіктен қонақ үйге барып, босқа жатқанша ертерек қайта берейін деп пойызға билет алуға келдім. Солайша сөмкемді жинап вокзалға шығып кеттім. Билет алу оңай болғанымен, біздің пойыздардың жағдайы мүлдем есімнен шығып кетіпті. Адам лық толы. Купеге билет алғаным қандай жақсы болған. Пойыз орнына жылжумен мен орныма орналасқым келмеді. Сөйтіп дәлізде ары-бері сандырақтап жүріп алдым. Сол арада жанымнан өтіп жатқан жұп вагон ресторанға барып, тамақтану жайында сөз етіп қалды. Осы уақытқа дейін пойыздарда ресторан болатынын еш білмеппін. Шайқалған пойызда әр қадымымды
Абайлап басып вагон ресторанға да жетіп қалдым. Бос тұрған үстелге отыра кеттім. Сэндвичпен ішімдік алып айналамдағы адамдарға қарай бастадым. Қарсы бетте орта жастардағы жұпқа көзім шалды. Ер кісі маған теріс қарап, ал келіншек болса маған оң қарап отырған. Алдарында сыра мен Чечил болатын. Алдымен әйелдің қолаң шаштары, сүйкімді жүзі, жылтыраған тырнақтарына мән бердім. Бірақ қызығушылығымды жаулап алған үстелдің астынан көрініп тұрған мини юбкасы мен түп-түзу ұзын аяқтары еді. Қанша қарамауға тырыссам да еріксіз көзім түсіп кете береді. Сіздерде де болатын шығар осындай мезеттер. Қарамаймын десем де еріксіз қарап қоясың. Осылай өзімнен өзім күресіп отырғанда әлгі әйелдің менің қарап отырғанымды байқап маған қарап отыр екен. Ыңғайсызданып көңілімді басқа жаққа аударуға тырыстым, бірақ көп ұзамай қайта сол аяқтарына оралдым. Отырғанымда әлгі әйел тағы да мені ұрлық үстінде ұстап алды. Ұялғанымнан не істерімді білмей, орнымнан тұруға әрекет жасай бастағанымда ол әйел маған қарап жымиғанын байқадым. Яғни ең болмағанда қате түсінген жоқ деп түсіндім. Бірақ әйелінің жымиғанын осы тұста байқаған ері кері бұрылып маған қарады. Жұрттың көзінше жанжал шығармаса болар еді деп ойланып отырғанда әлгі ер кісі мейлінше сыпайылық танытып амандасты. Мен де амандастым. Басқа қайтемін. Сосын олар өздерінен әңгімесін жалғастыра бастады. Мен екінші сыраны айттырғанда темекінің таусылғанын байқадым. Ол кезде тамбурда темекі шегуге болатын еді. Сонымен асықпай сырамды ішіп отырып, кезекті станцияға тоқтағанда жүгіріп барып буфеттен темекімді алып бұрылсам, әлгі еркек жымиып артымда тұр екен. Жолда темекісіз болмайды, менің де темекім бітіп қалыпты деп жымиды. Дұрыс айтасыз деп вагонға беттегенде, егер қаласаңыз біздің үстелге келіңіз, бірге ішейік деді. Әрине, неге болмасқа деп шақыруын қабыл алдым. Осылайша танысып, тез арада әңгімеміз жарасып кетті. Жұбайлар екен. Демалыста осылай саяхат еткенді жақсы көретінін айтты. Қалалар, табиғат, ауа райы, жұмыс жайында әңгімелесіп отырып, уақыт өтіп кетіпті. Официант келіп вагон ресторанның жабылатынын айтып ескерткенде кеш болып қалғанын сонда байқадым. Шынын айтсам, бұл жігіт өмірге көз қарастары, жұмыстың қамымен қысылмай барлығын жеңіл қарайтыны қатты қызықтырды. Айрылғым келмеген еді. Осыны байқаған келіншек сыра алып, біздің жанымызға кел, сонда жалғастырайық деп ұсыныс айтты. Мен ыңғайсыз болар деп тартынып тұрғаным жоқ. Онсыз да люкс вагонында жанымызда ешкім жоқ деп қолымнан ұстап жетелей кетті. Осылайша жаңа таныстарыммен барып, солардың купесінде жалғастырдық. Сыра деп жеңіл қарайтынымыз болмаса, негізгі көбірек ішсең әжептәуір мас болып қаласың. Біз де аз ішпеген едік, үшеуміз де мас болып қалғанымыз байқамадық. Мен болсам әлгі әйелдің аяқтарына көзімді алар емеспін. Мас болғандықтан болар, тесіліп қарап отырмын. Ол болса мұны ашық айтып, әзілге айналдырып, күлкіге қарық болып отыр. Біраздан кейін ысып кеттім деп шешіне бастады. Менің реакциям жай болып қалған, не болып жатыр деп ойланып отырмын. Сол кезде әйел, сен ысыған жоқсың ба? Деп жауабын күтпей, күйеуін де шешіндіре бастады. Мұндайды бұрын соңды көрмеген мен бақырайып қарап қалғанмын. Сол тұста әлгі әйел менің қолымнан ұстап, еш қысылма, біз үшін бұл үйреншікті жағдай деп өздеріне тарта бастады. Мастықтан болар, мен еш қарсылық көрсетпедім. Осылайша бір мезетте үшеуміз де жалаңаш қалдық. Менің де көңілім әйелдің жалаңаш денесіне не деген сымбаттылық, барлығы да өз орнында, ешқандай артықшылық жоқ. Осы тұста ол екеуі құшырлана сүйсе бастады. Жандарына мен мүлде жоқтай, тіпті байқар емес. Олардың бір-біріне аймалаған сахнасын қарап отырып мен де қозып кеттім. Мұны байқаған олар мені ортаға алып, бірі ернімнен сүйіп, екіншісі кеудемді уқалап, бір-бірімен орын ауыстырып, күн тимесімді аймалап, мені мүлдем есімді аударып жіберді. Ары қарай не болғанын толық есімде жоқ. Мүмкін мастықтан болар,
мүмкін басқа себептер, бірақ тек кішігірім фрагменттермен ғана есімде қалған. Менің күнтимесіме тиіскен алғашқы еркек болды. Сосын әлгі әйел екеумізді бір-бірімізді сүюге тырысқанымыз есіме түсті. Ертеңіне басым ауырғаннан жарылып кете жаздаған, үшеуміз де жалаңаш, көзімізді ашқанда су іздеп шөлімізді қандырып алған соң айналамызға қарап түнде не болғанын еске түсірумен болдық. Жаңа төсектерім оянған соң жуынып шайынып бірге шай ішіп алдық. Өте жақын адамдардай болып кеткен, бір түрлі айтып түсіндіре алмаймын. Bir түн ғана сонда ер адамнан ләззат алдым. Тіпті тегін пәктігімді сыйлай салғаным-ай. Олардың есімін, өмірін сұрамаппын да, асығып түсетін жерден түсіп қалдым. Көп ұзамай пойыздағы төсек майданының залалын тарттым. Олардың ауруы бар екен. Егер соңғы кезде жағдайым болмай жүрген, тіпті қатты қышынулар, сөйтсем пойыздағы әлгі ерлі зайыптылардың ауруын өзіме қабылдаптым. Өте ұзақ емделіп, әбден қажыдым. Осы оқиғадан соң еш уақытта белден төмен жерді ойламауға өзіме уәде беріп, жалғыз өмір сүруге бел будым. Қазіргі таңда жалғыз басты сұрбойдақпын. Мысықтарым бар, соларды бағып өсіріп, уақыт деген зымырап өте шықты. Осы өмірде туған анама, туыс қызға әлгі күнге дейін қатты ренжулімін. Балалық шағымның күл талқанын шығарды. Әйелдерге ғана қызығатын қызбын. Бәлкім тұлға ретінде дұрыс қалыптасқанымда қазір бақытты өмір сүретін едім.